Армысыздар, ревью бағдарламасын бастаймыз. Гламур для дур картинасында ғашықтардың образын сомдаған. Дәурен мен Ақботаның махаббаты өмірде де жалғасын тапқан еді. Бірақ қуаныштары ұзаққа созылмады. Бүгінде олар бірге емес. Енді Атшулы Айдарқұлов актриса Әсел Сәдуақасова мен шаңырақ көтеріп үлгеріпті. Дәурен мен Әселді отбасылық одаққа айналдырған Асқар Бейсенбин. Режиссердің кезекті картинасында олар ерлі зайыптылардың рөлін сомдайды. Алғашқыда басты рөлдегі жігітке Кенталды таңдаған едік. Сәл уақыттан кейін сценарийді қайта жазып, Айдарқұловты бекіттік. Өйткені Дәуреннің бұл образды сәтті сомдап шығатынына күмәнім болмады. Ал менің бұл жолғы рөлім бұрынғыдан өзгерек. Өйткені осы уақытқа дейін қалыңдық атануға қамданып жүрген қыздардың образын сомдасам, бұл жолы үй шаруасымен ғана шұғылданатын тұрмыстағы келіншектің кейпіндемін. Сондай-ақ актерлік құрамда Сая Оразғалиева, Айнұр Ілиясова, Жан Байжанбаев және Марат Достаев сынды өнерпаздар толықтырған. Мәселен, мына томпақ жігітке өзі күтпеген кейіпкер бұйырыпты. Мачо деп жатады ғой. Қыздардың жүрегін жаулап алушы сондайлардың рөлін ойнаймын. Өзім мен сәл жұрттар айтатын шығар, мынаған қай жері Мачо деп. Кинода енді сонысымен қызық қой. Развод по-казахски фильмнің уақытша атауы бірден дәм-тұзы жараспаған жанұяны көз алдыңызға елестетеді. Алайда Асқар кезекті картинасында ақшаға құныққан алаяқтардың түрлі әдіс-тәсілін әзіл арқылы көрсетпек. Развод по-казахски деген, мысалға біреуге ақша беріледі, ол ақша жетпей қалады, біз развод жасап кетті дейді. Сол сияқты нәрсе де ғой. Ал комедия келер жылдың көктемінде қалың көпшілікке ұсынылмақ.